Сәлем достар, бүгін біз сіздермен бірге осындай өте оңай дайындалатын торт дайындайтын боламыз. Ең бірінші ұнымызды ыдысымызға салып аламыз, содан кейін оған разрыхлителімізді саламыз. Содан кейін қантымызды салып аламыз. Және де барлығын жақсылап араластырамыз. Барлығын қаншадан қосу керектігін описанияға қалдыратын боламын. Міне дайындап алдық. Енді кезекте жұмыртқамызды алып, сарысын бөлек, ағын бөлек алып аламыз. Енді жұмыртқаның ағын миксермен араластырамыз. Міне осындай болып дайын болу керек. Енді кезекте оған бағанағы қантымыздың жартысын саламыз. Жақсылап тағы да араластырамыз. Енді кезекте жұмыртқаның сарысын да миксермен араластырып аламыз. Содан кейін қант салып тағы да араластырамыз. Міне дайын болды. Енді кезекте бұны жұмыртқаның ағына қосамыз. Араластырамыз. Міне дайын болды. Енді бағанағы дайындаған ұнымызды жұмыртқамызға салып араластырамыз. Ұнның барлығын қоспаймыз, жарты-жартыдан қосып отырып араластырамыз. Ұнның бәрін қосқаннан кейін осындай тесті дайын болады. Енді кезекте бұған сүтімізді қосып аламыз. Міне бізде осындай қатты сұйық емес тесті дайын болады. Енді бұған күнбағыс майын қосамыз 50 грамм, және де барлығын жақсылап араластырамыз. Содан кейін міне осылай дайын болады, және де бұны қызып тұрған табаға пісіреміз. Асты піскеннен кейін келесі бетіне аударамыз, міндетті түрде бетін жауып пісіреміз. Міне асты осылайынан дайын болып піседі. Енді креміне келетін болсақ, біз қайнатпалы крем, яғни заварной кремді қолдандық. Бұл крем рецепті біздің каналымызда бар, ссылкасын описанияға қалдыратын боламын. Қарап кетіңіздер. Міне бізде осындай 7 корж дайын болды. Енді крем суығаннан кейін тортымызды жинап бастаймыз. Біз соңғы 7-ші коржды осылай блендермен түйіршіктеп осылайынан дайындап алдық. Енді бұны торттың үстіне сеуіп шығамыз. Міне тортымыз дайын болып қалды. Енді өздеріңіздің қалауларыңызша бетін әрлеуге болады. Біз конфет, апельсин, шоколадпен осылайынан бетін әрлеп алдық. Енді 4-5 сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Міне біздің тортымыз осылайынан дайын болады. Өте жұмсақ кесіледі, және де өте жұмсақ болып шықты. Міне іші осылайынан болып дайын болды. Егер бұл видео сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, және де каналға тіркелуді ұмытпаймыз. Астарыңыз дәмді болсын.